Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мысық, әтеш және түлкі ертегісі. Ребята, мы продолжаем с вами проходить сказки, и сегодняшняя сказка называется «Кошка, петух и лиса». Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: достық, дружба, құтқару, спасать, шыдамсыз, нетерпеливый, себебі, потому что, бұршақ, горох. Қайталайық: достық, құтқару, шыдамсыз, себебі, бұршақ. Жарайсыңдар балалар. Енді мына суреттерге қараймыз. Суретте не бейнеленген? Дұрыс балалар, суретте достар бейнеленген екен, иә? Ендеше мына сұрақтарға жауап берейік. Достық деген не? Что такое дружба? Сенің досың кім? Кто твой друг? Сенің досың қандай? Твой друг какой? Ребята, поразмыслите и попробуйте ответить на эти вопросы на казахском языке. Келесі екінші тапсырма суреттерге қарап, ертегі оқиғасын болжап көр. Ребята, теперь, как обычно, с помощью этих картинок давайте предположим, о чем будет сказка и ее содержание. Ойландық па? Ендеше, ертегіні мұқият тыңдаңдар. Ертеде мысық пен әтеш дос болыпты. Бір күні мысық орманға кетеді. Сен терезені ашпа, терезенің қасына келме, айналада түлкі жүр дейді мысық. Жақсы, терезені ашпаймын, уәде беремін дейді әтеш. Бірақ ол уәдесін ұмытып кетеді. Бір кезде түлкі терезеге келіп былай дейді: әтеш, терезеге қарашы, мен саған бұршақ берейін. Шыдамсыз әтеш бұршақ жегісі келеді. Терезені ашып, бұршақты алғысы келеді. Осы кезде түлкі әтешті ұстап, орманға алып кетеді. Мысық үйге келсе, әтеш досы үйде жоқ екен. Ол әтешті іздеп түлкінің үйіне барады. Осы кезде әтештің «Мысық, досым, көмектесші» деп жылаған дауысын естиді. Мысық өте ақылды еді. Ол үйдің жанына тұрып ән салады. Түлкі: «Қандай әдемі ән» деп есігін ашады. Осы кезде әтеш үйден жүгіріп шығып, мысықтың жанына келіп тұра қалады. Әтеш шақырып, мысық мияулаған кезде түлкі екеуінен қорқып кетеді. Осылайша екі дос үйлеріне қайтады. Ребята, самостоятельно прочитайте сказку с учебника и перевод. Енді келесі төртінші тапсырма, мәтінмен жұмыс, дұрыс жауапты анықта. В четвертом задании вам нужно будет выбрать правильные ответы. У вас два вопроса. Бірінші: әтеш неліктен терезені ашты? Почему петух открыл окно? Выберите правильный ответ. Екінші: мысық неліктен әтешті құтқарды? Почему кошка спасла петуха? Здесь тоже выберите один правильный вариант. Это задание устное. Келесі бесінші тапсырма, салыстырып жаз. В этом задании вам нужно будет сравнить два персонажа. Біріншісі ол мысық, ал екіншісі бұл әтеш. Вам нужно будет дополнить предложение. Бірінші: мысық өте, себебі ол түлкіден қорықпайды. Какая кошка, если она не боится лисы? То есть вы должны написать. Мысық себебі ол түлкінің үйіне барғанда ән салады. Какая кошка, если она поет около дома лисы? Мысық дос, себебі ол әтешті құтқарады, тастап кетпейді. Какой друг кошка, если он не оставил и спас петуха? Келесі: әтеш өте, себебі ол түлкіден қашып кете алмайды. Какой у нас петух, если он не мог убежать от лисы? Әтеш, себебі ол бұршақты көргенде бәрін ұмытады. Какой у нас петух, если он забыл про все, когда увидел горошек? Әтеш,
Себебі ол мысық досын ойламайды. Какой же у нас петух, если он не думает о своем друге? Допишите слова. Это задание письменное, нужно выполнить в тетради. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.